Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өзін-өзі тану сабағына қош келіпсіздер. Өткен сабақта ұлы ғұлама бабамыз Әбу Насыр әл-Фарабидің болашаққа бағдар берген ізгі ойларымен таныстыңыздар. Ал бүгін сендермен сол тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Сондықтан сабағымыздың тақырыбы болашақты жасаймыз. Сабақтың тақырыбын ашу мақсатында алдыңғы сабақта дәйексөз ретінде берілген талапты бала талпынған құстай құмары қанбас аспанға ұшпай деген халықтың дана сөзін қарастыруды жалғастырамыз. Адам өз өміріне қожа. Өйткені ол өз тұрмыс тіршілігін өзі реттестіріп отыруға қабілетті. Ол өзінің осы бір қабілетін дұрыс пайдалана алған жағдайда ғана дегеніне жете алады. Бұл адамның ар-ұжданына байланысты. Себебі адамды ар-ұждан басқармаған жағдайда адамға жат нәрселер оны жаулап алады. Олай болса, адам ар-ұжданынан аттап кетпей, өзінің барлық әрекеттерін осы қағидамен бағамдай алғанда, мінез құлқын адамгершілік ережелеріне сай ұстай алғанда, өзін-өзі әдептілік тұрғысынан қадағалай алғанда ғана бұл өмірдегі тіршіліктегі арманына жете алмақ. Адам бойындағы ең маңызды қасиет сенімді ақтау, уәдесінде тұру. Осындай қасиеттер бар адамдарды біз құрметтейміз. Бізге қашанда орнықты ой пікірі бар адамдар ұнайды. Ондай адамдар арманшыл болады, болашақты жасайды. Солардың арқасында әдем көркейеді. Армандау дегеніміз адамның алдына қойған мақсатына қажырлы еңбек арқылы қадам басуы, ұмтылысы дегеніне жетуі. Сондықтан Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ұсынған сенім бейне жазбасын көріңіздер. Інім, сұрағыма ренжіме. Сен біздің ауыл кемесі сияқтысың ғой. Кімнің үйіне қонаққа келе жатсың? Айта отыр, жол қысқарсын. Сейд аға, қартайып қалғанбысыз? Қолыңызда өскен баланы танымай отырсыз ғой. Өй, сен мені танисың ба? Мен сені танымай отырмын ғой. Әрине танымайсыз. Шіркін, ауылдың ауасын жұтпағалы да 7 жылға уақыт жуықтады. Мен Әбдіразақ қарияның кенже ұлымын ғой. Өй, сен ер жігітсің ғой. Сені көкең ақшта деп айтатын еді ғой. Иә, ер жігітпін. Болашақ бағдарламасымен ақштағы Калифорния штатында аграрлық университетті тәмамдап, сол жақта 3 жыл тәжірибе жасап, және де жұмыс жасап, ауылға келемін. Ай, бәрекелді. Ауылға демалуға келе жатырмын десейші. Жоқ. Ауылдың өсіп өнуіне, дамуына үлесімді қоссам ба деймін. Өй, 7 жыл ақшта жүріп, басқа қалаларда жұмыс жасауға дәрменің жетпеді ме? Жоқ, әлде мемлекет саған жұмыс тауып бере алмай жатыр ма? Жоқ аға, әлі де ұсыныс келіп жатыр мемлекеттен. Бірақ қабыл алған жоқпын. Ауылдан шығарда әкеме берген уәдем бар еді. Әкемнің маған артқан сенімі бар еді. Ал інім, жақсы мейлі. Жақсы аға. Міне, саған берілген сенімнің салмағын көріп отырсың. Бұл сенім менікі емес, бүкіл бір ауылдың сенімі. Соны ақтайсың деп сенемін. Мынау мемлекетте грант бөліп, сені шетелге жіберіп жатыр. Демек, олардың да саған деген сенімі мол. Соны ақтайсың деп сенемін, жарай ма? Жарайды әке, сеніміңізді ақтайым әке. Аумин. Өз-өзіңе берік бол. Алла тағалам өзіңе жар болсын. Қайда жүрсең де аман бол. Денің сау болсын. Аман есен оқуыңды оқып елге аман есен бол. Аумин. Рахмет әке. Ал аман бол балам, аман бол. Үмітіңді ақтадым әке. Жақсы әке.
Енді бейне жазбаны талқылайық. Талқылауға арналған сұрақтар. Сейіт пен ер жігіттің арасында қандай әңгіме орын алды? Ер жігіт әкесінің артқан сенімін қалай ақтамақшы болды? Ауыл ақсақалы баласына бүкіл ауылдың сенімінің салмағын қалай түсіндірді? Ер жігіттің туған ауылына деген сүйіспеншілігі қандай қасиеттерінен көрінеді? Сүйіспеншілік құндылығы деген не? Өзің отаныңның, туған еліңнің болашағына қандай үлес қосқан болар едің? Мысал келтір. Адамзат баласына ізгілікті өмір сүру тән. Кез келген адамның жақсылыққа ұмтылыс жасайтыны белгілі. Сендер де әрқашан жарқын болашақты аңсайсыңдар. Ел сенімін үмітін ақтау сендердің қолдарыңда. Жарқын болашақ үшін ізгі іс атқару сендердің міндеттерің. Ол үшін дендерің сау, жандарың таза, білімдерің терең, жоғары мәдениетті азамат болуларың керек. Сондықтан балалар, келесі шығармашылық тапсырмаларды орындаңыздар. Бірінші тапсырма. Төменде берілген ұлағатты сөздерді тыңдаңыздар. Абай Құнанбаев. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленіп, тез қолға түседі. Шәкәрім Құдайбердиев. Ынсап, рақым, ар, ұят, сабыр, сақтық әуес болар 6 шарт. Ғабит Мүсірепов. Жастар үміттің жанған шырағы. Баубек Бұлқышев. Адам өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлап, бояуға, оған ажар, түр беруге, оны әшекейлеп өрнектеуге еңбек етеді. Мұхтар Әуезов. Алтын анам, отаным, сенен аяр жаным жоқ, сенен іркер күшім жоқ. Құрметті балалар, сендер оқу жылы барысында өзін-өз тану пәнін оқудың нәтижесінде жалпы адамзат құндылықтар арқылы өздерінің рухани табиғаттарыңды ашуға ұмтылдыңдар. Сондықтан меңгерген білімдеріңді қорытындылайық. Екінші тапсырма. Құндылықтар еліне саяхат тақырыбында келесі тапсырманы орындаңдар. Тапсырманы орындау үшін төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші. Жалпы адамзатқа тән қандай құндылықтарды білесіңдер? Екінші. Адамгершілік деген не? Үшінші. Жалпы адамзаттық құндылықтар мен адамгершілік қасиеттердің арасында қандай байланыс бар? Төртінші. Адамдардың бойындағы мына қасиеттерді құрметтеймін. А, Ә, Б. Тағы сол сияқтыларды жаза берулеріңізге болады. Бесінші. Құндылықтар елінде қандай адамдар тұрады? Қорытынды. Менің қандай іс-қылықтарым адамгершілікке жатады? Өз іс-әрекет қылықтарыңды алдын ала болжау арқылы өзің де, өзгеге де зияныңды тигізбеу. Түрлі шытырман оқиғадан түсіністік көрсету арқылы шыға білу. Балалар, енді қоғамға қызмет ету жобасына көшейік. Тапсырма. 4-ші кезең жобаны орындаудың қорытынды кезеңі болғандықтан, оның нәтижелері айқындалып көпшілікке жарияланады. Сол үшін жинақталған нәтижелер, слайдтар, суреттер, бейне көрініс немесе жазба түрінде жүзеге асырылады. Сондықтан барлық жұмыс материалдарының, жоспарлардың, есептердің жинағы болатын портфолио дайындаңдар. Құрметті балалар, міне біз сабақтың қорытынды сәтіне де жеттік. Сендер болашақта нені армандайсыңдар? Алдыларыңа қандай мақсат қойдыңдар? Өмірде алға қойған мақсаттарыңа жетіп, армандарыңның орындалуына тілектеспін. Кездескенше сау болыңыздар.